Айша пентхаустың үшінші сезоны аяқталды. Ұзақ күттім ғой. Айша күшті. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба ағай? Жағдайларың қалай? Жақсы. Сабақтарың барлығы жақсы ма? Иә. Анер қызым қалайсың? Жақсы ағай, рахмет. Кеше біз жаман қорқыттың ғой сен бізді. Сабақ, емтихан дұрыс дайындалған. Бірақ адамға ең бірінші керегі ол денсаулық. Сондықтан денсаулығыңа мән беріп жүр. Жарай ма? Жарайды ағай. Емтихан қалай болды? Жақсы ма? Дайындалған сұрақтарыңыз келді ма? Иә. Дұрыс. Барлықтарыңыз 5 алыңыздар. Жарай ма? Айтпақшы, Аян, сен менде құжаттарды алмай кеттің ғой? Жоқ ағай, көшпейтін болдық. Әкем жұмыстар қайттан келіп отыр осы жаққа. Қалатын болдыңдар ма? Жарайды онда. Жақсы, сау болыңдар оқушылар. Жақсы. Аян, сендер көшпейтін болыңдар ма не? Иә, қайттан солай болып жатыр. Ойбай, Аян, сен вообще неғып жүрсің? То көшем, то көшпейм. Не внимание жетпей жүр ма? Может, біреудің көзіне түскісі келіп жүрген шығар? Қыздар, жігіттер, емтиханның нәтижесі не болды екен, Айтпақшы, Анел, сен жақсы тапсыра алдың ба? Сен уайымдап кеттің ғой? Барлығы жақсы болды. Тек аздап басым айналды ма, білмеймін, өзім де түсінбей кеттім ғой. Бірақ мен уайымдап отырмын, қалай тапсырдық екен? Сол ғой, маған да қызық. Қалай тапсырдық екен? Барлығымыздың да уайымыз солау деме? Қатты уайымдамай қойыңдар. Вроде мен барлығын дұрыс тапсырған сияқтымын. Оңай болды ғой тест деген. Оңай болды дейді ғой. Саған бәрін полный гүлім орнап берген жоқ па? Еще сен ерте шығып кеттің. Бір қарағанымда алма кетті деп зырылдап отыр едің ғой. Қыздар, емтиханның жауабы не болды екен? Уайымдап тұрмын ше. Ой, Амина, қойш. Сабаққа келгенің кеше ғана ғой. Нені уайымдайсың? Тесті ма или лагерді ма? Айым, какая разница нені уайымдаса да? Главное, жұрттан қалмай бірдеңені уайымдап тұрған жөн көрген шығар. Аминасы рахат қой, Алматыға барып қыдырып келдің біздің яқта. Қойындаш қыздар, как будто осы жақта қалып дайындалған адам санай. Қыздар ертең лагерьге баратын болса көп киімдер алып алайықшы. Күнде неше түрлі киімдер киіп Инстаграмға сурет салатын. А то на школьная форма уже бесит. И потом комнатамыз отдельно болады шығар, Соларды ертең сұрап алуымыз керек. Сосын сет нормально болса екен, а то мамамен сөйлесуім керек. Каждыйымыздың комнатамызда кондиционер, Wi-Fi обязательно болады ғой. Ну, а то кондиционер с невозможно. Чё там, рахат, не ойланып кеттің? Сол баяғы Анель ма? Жігіттер, сендер мені түсінбейсіңдер ғой. Мен лагерьге барғанда қалай демалатынын ойлап отырмын. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Өзімізбен өзіміз рахат емес па? Еще ана класстан қыздар да барады. Күнде дискотека. Жігіттер, бізге де сөйтіп ойлану керек еді. Оны ойлану үшін әуел тесттің результаты шықсын да, а то үйдегілер қайта-қайта хабарласып жатыр. Анель, тоқташ. Лагерьге баратынға қуанышсың ба менімен? Әрине. Білгем. Жоға, просто осы жазда Алматыға алып кетем ба деп уайымдап едім. Сыныппен бірге баратыныма қуанып тұрмын. Жарайды енді, соншақты алып кеттің ғой. Лагерьге барған соң мен қасымда жүр, суретке түсеміз. Көрерміз. Мен уже әкем келіп тұрмын, кеттім. Пока. Все, пока. Қалайсың? Келдіңдер ма? Папа, бүгін күн басты жаңағы мамаға айттыңыз ба? Не жаңал? Қазір айтамыз, біздің қызымыз емтиханнан жоғары бал алып, лагерьге баратын болды. Қандай керемет жаңал. Менің қызым умница ғой. Енді оны атап өтпедік па? Как раз мен бүгін күшті тамақ дайындап қойдым. Оны атап өткеннен бұрын әуелі қызымызға дайындаған сыйлығымызды берейік. Сыйлық туралы ұмытып кетіппін ғой, қызым. Саған күшті сыйлық дайындап қойдым. Көрсетейін, жүр. Сыйлық, мам? Саған ұнайды, қазір көрсетемін. Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті оқушылар және де ата-аналар. Менің оқушыларым, яғни сіздердің балаларыңыз мектебіміздің абыройын асқақтатты. Уәде еткендей, құрметті оқушылар, тесттен жоғары бал жинадыңыздар. Енді құрметті оқушылар, бүгін мінекей демалыс лагеріне барғалы жатырсыңдар. Ақжол, аман барып, сау қайтыңыздар, жақсылап демалыңыздар. Алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары бал жинауларыңызға тілектеспін. Құрметті ата-аналар, уайымдамаңыздар. Балдар кереметтей қылып демалып қайтсын. Уайымдамаңыз ағай, барлығына өзім қараймын ғой. Балалар, артық әңгімені доғарайық. Қуаныш ағай, сізге көп-көп рахмет. Құрметті оқушылар, мен сіздердің ұлағатты ағайларыңыз болам. Есімім Бекзат. Автобусқа қарай орналасайық ендеше.
табақ гүлдеріңе жаным байланам ұнаттым сені жай ғана бас кетті саған айнала ей айнала жаным айнала сенің қолдарыңды ұстап алып арнадым саған күй табақ қолымда қызыл гитара ей гитара жаным гитара күлгеніңде нұрлы бейнең жаным сүйгімді күнде түнде ұрлап алдым менің күй табақ. Ал тәте мамалар неге келген жоқ? мамалардың орнына мен келіп тұрмын ғой енді. Менің келгенімді қаламай тұрсың ба не? Ей жоға барлығы жақсы ғой, жарайды өзім хабарласам ғой. Мамаларың жұмыста ғой, жұмыста болмағанда мамаларыңның өзі ақ келер еді. Я жақсы тәте, кеттім мен онда. Жақсы. Жарайды жаным, жолың болсын. Жақсы, рахмет. Қыздар, менде бір сюрприз бар. Но оны барғаннан кейін көрсетем, прям шок боласыңдар. Шок боласыңдар деп рұқсатсыз бір нәрсе білдіріп жүрме. Ой, ару қойшы, а? Бәрі ойыққа барғанда дым тексермейді. Жүріңдер одан да ішке кірейік. Қызым, аман есен жақсы демалып кел. Ама киімдерімді түгел салдыңыз ба? Көйлектерім қалып қойған жоқ па? Барлығы түгел, уайымдама. Отыр шоктарыңды, плойкыңды бөлек орналастырдым. Қалайсыз, Марал тәте? Қалайсың, Кәусар? Амансың ба? Аман есен жақсы демалып қыдырып келіңдер. Уайымдамаңыз тәте, кеттігін жу бірге мінейік та? Пока, мам. Жақсы демалып келіңдер. Ертерек келу керек еді. Сыртта Мақпалмен бірге не қылып жүрсің? Орын қалмады ғой. Қайда орын қалмаған? Смело төнерсе қайда отырғың келіп тұр? Артқа отырайын деп едім ғой, бірақ орын жоқ. Ана жаққа отырыңдаршы. Көрдің бе, бізде орын бар. Қызым жақсылап демалып қайтыңдар, иә? Қаншама достарым бар, қыздар бар, мына жерде күшті көңіл көтеріп қайтыңдар. Жарай ма? Не болды? Маған хабарласып тұрыңдар, шындап. Иә, хабарласып тұрамыз. Мамаға да айт, жұмыс деп кетті ғой ана. Мамаң да хабарласады. Қазір үлкен қызсың сен. Кішкентай қыз емессің, қаншама достар бар, балдар бар. Ұят болады. Бүйтіп істеуге болмайды. Балдармен бір жақсылап демалып қайтыңдар. Жарай ма? Жарайды, папа. Мамаға шоколад жеріңіз ба? Иә, шоколад бәрі сақ қойдым. Ақша да сақ қойдым. Жарайды, папа. Жолдарың болсын. Жақсы, аман болыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Жақсылап демалыңдар. Жарай ма? Қыздар, су бердіңдерші? Менде бар ғой. Рахмет. Қыздар, осы лагерьге барлығымыз бірге барғанда дұрыс болар еді. Ане, сен оказывается жақсы қыз екенсің ғой. Уақытында дұрыс араласамаппын, артық кеткен жерім болса кешірші. Айттым ғой, қыздар, сендерге өздерім ғой. Мен соға ренжімеймін ғой. Лагерьге барлығымыз бірге баруымыз керек. Жақсы достасып кетеміз деп ойдамын. Кеше кітапты ұмытпадың ғой, я? Конечно, ұмытпадым. Ол жақта таза ауада жатып кітап оқитын мүмкіндіктерді жібере алмай керек қой. Осыларға кітап оқудан басқа қызық өмір бар екен. Қалай түсіндірер екенбіз? Қайтесің вот. Айым, басқа жаққа отырасың ба? Бағланды қасыма алайын. Жарайды. Бағлан, кел қасыма. Тут әте отыра берейші, нормально отырмын ғой. Бағлан, кел дедім. Ой. Не ойнап отырсың? Шөлдеген жоқсың ба? Жоқ. Нормально ғой, иә? Қане оқушылар, назар аударайық. Мен сіздердің ұлағаттық ағайларыңыз болам, есімім Бекзат. Барлықтарыңыздың заттарыңыз түгел ғой, 10 күн бойы қайтпайсыздар. Иә, барлығы түгел. Есіміңізді кім дедіңіз? Бекзат. Менің атым Нұрбол Енше. Енше достар, осы демалыста 10К красавчиктердің атынан қабылдап, жақсы демалып қайтайық. Ал, жүреміз ал. Всем привет, достар! Бүгін біз лагерьге бара жатырмыз. Міне қасымда Інжу бар, мына жақта біз мектептегі балалар. Насылар, приветте! В общем, күшті бара жатырмыз. Я, ол жақта бізде өте көп уақыт болады, сондықтан бізден ажырамаңыздар. Қане көрейік. О, күшті болды. Солай қылмай.